Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bizge aytadi: "Hal yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun." Biletinler men bilmeytinler teң ba deydi. Qarapay mesele. Көз көретін адам мен көз көрмейтін тең ба? Қарапайым мәселе. Көз көретін адам жан-жағын бәрін көреді. Көзі көрмейтін адамша, Құдай сақтасын, ол жан-жақты көре алмайды. Міне сол секілді білетін мен білмейтін тең емес, құрметті ағайын. Білетін әрқашан оның деңгейі жоғарыда болады. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de qarang, bizga былай deydi: "Yerfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat." Allah subhanahu wa ta'ala sizlerden bilim berilip iman keltirgenlerдің дәрежесін көтереді дейді. Қараңыз. Бұл білім деген нәрсе тек қана өзі емес. Иманмен біргене біздің дәрежемізді көтереді екен да. Білім. Білім иманмен. Сол үшін білім алған уақытта, құрметті ағайын, бізде көп адам сұрайды: "Дүниеви білім жақсы ма?" Шариғатта айтылады ғой енді. Білім ізденушілерге сауаптар өте көп айтылады, Алла амандық берсе. Сонда дүниелік білім жақсы ма, ақыреттік білім жақсы ма деп сұрақ қоятындар бар. Немесе дүниелік білімге сауап беріле ме, берілмей ме? Ақыреттік білім, діни білім сауап беріледі. Дүниелік білімге деген уақытта, құрметті ағайын, ең бірінші мәселе, адам ең бірінші өзінің Құдайын, жаратушы иесін тану керек. Бұл ең бірінші сұралатын нәрсе. Егер де сіз басқа дүниеви білім, қандай түрі бар білімнің? Жақсы елге, халыққа, келешекке, қоғамға пайдасы келетін білімнің барлығы, оның сауабы бар иншалла. Өйткені хадисте не деген? Білім іздеуші деген. Білім деп айтылғанда. Бірақ әрине ең басында діни білім Құдай тану тұрады. Егерде біздің біліміміздің басында Құдай тану болмайтын болса, ол білім керісінше жамандыққа жұмсалу әбден мүмкін екен. Сол үшін аятта қараңызшы, иман келтіріп білім берілгендердің дәрежесін Алла субхanahu ва таала көтереді дейді. Бұл не? Шынай Алла үшін алынған білімнің біздің пайдасы бар екен. Басқа білім пайдасы болмауы мүмкін. Шайтан деген бәрімізге білеміз. Көп естеміз. Періштелерге сабақ берген деп айтамыз. Сондай білім Адам алейхиссалам жаратқан уақытта, Адам алейхиссалам бір айлам шыққан уақытта, Адам алейхиссаламның жаратылысын оқып қойды, әлсіз екендігін біліп қойды. Сонда қараң, сондай білім иесі да, бірақ не қылды? Ол тәкаппарлық танытты да, сондай білім оған пайда берген жоқ. Мынау Абу Наср әл-Фараби деген атамыз болған, бәріміз білеміз. Осы кісінің әдемі сөзі бар да, қараңызшы. Тәрбиесіз алынған білім адамның қас жауы дейді. Тәрбиесіз алынған білім адамның қас жауы. Тәрбие не деген уақытта? Бұл тәрбие, құрметті ағайын, бұл Құдай тану. Одан артық тәрбие жоқ. Балаға барайық, қандай тәрбие берейік? Не бір психологқа апарайық, немесе түрлі адамдарға апарайық, Құдайын танытпайтын болсақ бар ғой, оның тәрбиесі қисық болуы әбден мүмкін. Неге? Өйткені қазақ айтады: Құдайдан қорықпағаннан қорық. Балаға ең бірінші Құдайын таныту керек. Не үшін? Сен кімнің құлысың? Не үшін мына өмірде барсың? Мына өмірде мақсатың не? Қараңызда. Осыны ең бірінші үйрету керек тәрбиеде. Сол үшін құрметті ағайын, біз білім алған уақытта осы имандылық, осы тәрбиені негізге алуымыз керек.